Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тары чизкейктің рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен тарыға жылы сүтті құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Тары бұқтырылып тұрған кезде чизкейктің қамырын жасаймыз. Ерітілген сары майға қантымызды қосып, араластырып, қант ерігеннен кейін оны талқанға қосып, күрекшемен араластыра отыра, песочный тесто сияқты илейміз. Қамырымыз видеодағыдай дайын болған кезде формаға стаканмен немесе қолыңызбен осылай қамырыңызды орналастырасыз. Ал чизкейктің салмасына мен творожный сырға 2 жұмыртқа салдым. Енді венчикпен араластырып алып, үстіне сливки қосамыз. Қайтадан венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз осындай крем сияқты болған кезде үстіне қант қосып, күрекшемен тағы бір рет араластырып аламыз. Бұқтырып қойған тарымызды енді қосамыз. Ішінде егерде артық сүт қалып қалған болса, ситадан өткізіп, одан кейін барып салыңыз. Өйткені артық сүт салынып кетсе, крем сұйықтанып, чизкейк дұрыс піспей қалады. Енді талқаннан дайындап қойған формамызға салманы саламыз. Қызып тұрған пеште 100 градуста 1,5 сағат пісіреміз. Піскен чизкейк испанский чизкейкке кішкене ұқсап кетеді. Салмасы жұмсақ болып піседі. Сондықтан тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қойыңыз. Сонда салмасы қатқаннан кейін чизкейк өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Видео ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп алыңыз.